Өзіңіз тапсырмаңыз бойынша мен 5 өңірді аралап шықтым. Маңғыстау өңірінде, батыста болдым, Қызылордада, Шымкент, Арыс қаласына бардық. Партияның басшыларымен сөйлестік, бастауыш ұйымдармен, жалпы біздің мәслихаттағы депутаттармен, нұротандықтармен. Жалпы сіздің тапсырмаңыз бойынша, партияның жаңғыру бойынша жұмыстарды біз бастап кеттік. Тиісті жоспарларды дайындадық, соның сіздің қарауыңызға ұсынам. Жалпы енді Арыста да нұротандықтар бәрі сол жақта белсенді түрде қатысып отыр. Жас отан жастары сол жаққа барды. Жұмыс жалпы белсенді жалғасып жатыр. Партияның халыққа жақын болу жағын, бұрынғыдай халықтың мұң-мұқтажын тыңдау, қабылдау, қолынан келгенше көмек беру. Содан кейін партияның өзінің кадрларын жақсылап қарап, сараптап, қандай адамдар жұмыс істеп жатыр көріп, оны кейін кездесіп тағы да сөйлесетін боламыз. Бізде бастауыш ұйымның басшылары кездесуі бар, политсоветтің де кездесуі бар. Болашақта өңір-өңірлерді аралап, партияны болашақтағы алдымызда келе жатқан электоралдық мәселелерге дайындауымыз керек. Партия Нур Отан — это политическая партия всего нашего народа, главная политическая сила. Она не должна зарастаться чиновничеством, больше быть близко к народам и стремиться узнавать их чаяния, реагировать на них и становиться между властью и народом такой зоной, которая будет поддерживать людей в разных ситуациях. Мелочей здесь нету. Мы об этом говорили на встрече, еще будем встречаться, говорить, как нам активизировать работу политической партии главной и как готовиться разным событиям, которые предстоят в будущем. Это основная политическая сила, она таковой должна оставаться и меняться в своей структуре и отношениям к людям, к населению.